Әлемді елең еткізер таланттар шетелде ғана емес, елімізде де жетерлік. Солардың бірі де бірегейі Садриддин Ахмедов. Оның жастар арасындағы кәсіпқойдағы рекордын қайталаған әлемде ешкім жоқ екенін айта кету керек. Садриддин Әлиханұлы Ахмедов 1998 жылы еліміздің оңтүстігіндегі Жетісай қаласында дүниеге келген. Бірінші орта салмақ дәрежесінде сынға түсетін ол жастар арасындағы әлем чемпионатын жеңген және WBC нұсқасы бойынша әлем чемпионы атанған. Садриддин негізінен мансабын басқалар сияқты әуесқойда бастады. Құрама бапкерлері де оған үлкен үміт артты. Бірақ ол мұнда көп қалмай, Америка мен Мексика боксшылары тәрізді кәсіпқойға ерте ауысты. Көпбалалы отбасында дүниеге келген ол, үйінің жалғыз ұлы. Садриддин есімі арабша исламның мақтанышы деген сөз. 7 жасында Астана қаласына қоныс аударған Садриддин 57-ші мектепке оқуға түсіп, өзін еңбекқор оқушы ретінде көрсетті. 10 жасынан бастап баланың боксқа деген қызығушылығы басталды. Талантты боксшының бұл жолға келуіне бапкер Мәулет Мұстафиннің еңбегі зор. 2014 жылы ол Болгарияда өткен жасөспірімдер чемпионатына алғаш қатысты. Бірақ жеңіске жете алмады. Дегенмен бапкер жас баланың мүмкіндіктері бар екенін көзбен көрді. 20 жасында Садриддин кешью тобының мүшесімен үйленді және бокста біраз демалыс алып қалды. 1,5 жылдан кейін сәбилі болған Садриддинге канадалық EOFZ Tiger Management промоутерлік компаниясы өз құттықтауын жариялады. Мансабы туралы әңгімені жалғастырар болсақ, ол алғашқы ауыр сынағы болған Санкт-Петербургте өткен жастар арасындағы әлем чемпионатын 18 жасында жеңіп алды. 2016 жылы Садриддинді ұлттық құрама бапкерлері байқап, оқу-жаттығу жиынына шақырды. 69 кг салмақта өнер көрсететін Садриддинге бұл үлкен тәжірибе болғаны анық. Өйткені бұл салмақта Олимпиада чемпионы Данияр Елеусіновтің бар екенін еске алсақ та жеткілікті. 2017 жылы ол біршама табыстарға жетті. Беделді саналатын Таиландтағы король кубогы мен елімізде өткен президент кубогын жеңіп алды. Осылайша жеңістерге жетіп жатқан боксшының алдында әуесқойда үлкен мүмкіндіктер болған еді. Бірақ ол кәсіпқойға кету туралы шешім қабылдады. Садриддин бұрыннан мексикалық боксшы Артуро Гатти секілді чемпион болуды армандаған. Осылайша ол Канадаға кетіп, EOFZ Tiger Management компаниясымен келісімшартқа отырды. Мұнда 1 жылда 7 жекпе-жек өткізген ол, барлығын нокаутпен жеңіп, соңғысында WBC тұжырымы бойынша жастар арасындағы әлем чемпионы болды. 2019 жылы елімізде индонезиялық боксшы Джон Рубаға қарсы жекпе-жек өткізіп, WBC Азия белбеуіне де ие болды. Бұдан кейін Садриддин Канадада тағы 3 жеңісті кездесу өткізді. Дегенмен карантин маусымы бүкіл боксқа қоса Садриддиннің мансабына да аздап үзіліс әкелді. 2021 жылы өткізген маңызды Стивен Даноға қарсы Мексикада болған жекпе-жекте ол бір ауыздан төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Негізінен оның барлық мансабы әлі алда. Түрлі үзілістерге қарамастан жасы 26-да екенін ескерсек, әлі лаулап жануға уақыт жеткілікті. Әуесқойда 200-ден астам жекпе-жек өткізген ол тек 10 рет жеңілген, ал кәсіпқойда мүлдем жеңілмей және жарқын стилінің арқасында 10-нан астам нокауттары бар. Садриддинге әйгілі Рой Джонс Қарағандыдағы турнирде өнеріне тәнті болып бокс қолғабын сыйға тартқан екен. Геннадий Головкиннің өзі де боксшының талантын жоғары бағалайды және рингте ақыл кеңестерін беруді де ұмытпапты. Садриддин қазір осы Головкинді Америкаға паш еткен Том Лефлермен жұмыс жасайды. Әйгілі промоутер Лефлер Садриддинді Головкинді еске түсіретін және әлем чемпионы болуға мүмкіндігі жоғары екенін айтады. Осы Лефлердің қол астында өткізген соңғы жекпе-жегінде тәжірибелі америкалық боксшы Рафаэль Икбоквені 7-ші раундта тоқтатты. Осы жарқын нокаутының арқасында ол қатарынан 15-ші рет жеңіске жетіп отыр. Бос уақытында ауылға барып, аңшылық құруды ұнататын ол, тонна соққылары және шоумендік мінезінің арқасында бізді әлі де таңғалдыратыны анық. Біз чемпионымызға тек сәттілік тілейміз.